Құрметті тыңдарман, танымал атты арнама қош келдіңіз. Арнамда елімізге танымал қарымды қаламгерлеріміздің тәлімі мол туындыларынан үзінді ұсынамын. Алып қашу операциясы. Ермек Тұрсыновтың Қара шаңырақ туындысынан үзінді. Бұрындары көргенімді айтайын ба, жоқ естігенімді айтайын ба деп сұраушы еді. Әдетте көргеніңді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік деп жауап беруші едік. Мен де көргенімді, тіпті өзім қатысқан оқиғаны баяндап берейін. 80-ші жылдардың ортасы еді. Менің ардақты досым Оратай бір көрікті қызды құлай сүйді. Жабысып, соңынан қалмай жүріп сындырды сабазың. Араларында махаббатқа ұқсас бірдеңе пайда болды. Ғашықтық деген екеудің өліп өшуі ғана емес, көп жағдайда біреу естен айырыла сүйеді, екіншісі соған рұқсат етіп, ыңғай ғана білдіреді. Жоғарыда айтқан екеудің арасында дәл сондай қарым-қатынас. Оратай есі шығып, екі айналып, бір отырып, бір тұрып, бірде жылап, бірде күліп, алақ-жұлақ етіп, салпақтайды да жүреді. Ал ана тотығыз, сабырлы, маңғаз, бұлаң-бұлаң етеді. Қыздың ата-анасына мұндай махаббат хикаясы түкке де керек емес еді. Олардың көксегені қалай еді? Олар бәрі адам секілді болғанын армандайтын. Қыздары институтты тәмамдап, жан-жағына қарап, оң-солын танып алсын. Содан кейін көре жатар. Қайда асығады? Салиқалы, тартымды, құлын мүсінді. Мұндай қыз орнын табады. Сондықтан қыздарының таңдауы көңілдерінен шықпады. Оратай қыздың тең емес. Қарапайым, ауылбай дейтіндей жігіт. Перизат ең бастысы бұлардың үмітін ақтай алмады. Олар қыздарының болашағын мүлдем өзгеше елестепті. Басы алтын, арты күміс күйеу бала керек еді. Институтта бекер оқытты ма? Қанша ақша кетті? Қыз сол қаладан біреуді тауып алады деп ойлаған. Құдай ақы, қалаға оқу үшін емес, кітап кеміру үшін бармайды ғой қыз деген. Оқу өтіп, жынды болғанша есі дұрыс бай тапсын. Сол жерде жарқ-жұрқ еткен жақсы жігіт көп. Күйеу бала тәулетті, текті жерден болса, атына дәрежесі сай келсе. Ал мынау кім? Май сасыған көлік жүргізушісі. Үстінен қарамай мен жанармайдың иісі мүңкіп тұрады. Мұндайлар кез келген ауылда өріп жүр. Осыдан кейін жастар өзара келісіп, Оратай Перизатын алып қашуға бел байлады. Ескі дәстүр бойынша. Содан кейін қыз бермеген әке-шешені көріп алайық. Біз алып қашу жоспарын құра бастадық. Біз дегенім Оратайдың шашпауын көтерген әумесерлеу достары. Оратай басына түскенді сыбырлай айтып көмек сұрады. Неге көмектеспеске? Кім біледі? Бұқаға туған күн бұзауға да туады ғой. Бір жағынан дайындық, біле жүргеніміз артық болмас. Қызды қалай алып қашады өзі? Бала күнімізде көрші ауылдан алма ұрладық. Үш қоңырдан көлікке тиеп картоп тасыдық. Жасырын ұрларды толықтырдық. Ал мұнда тұтас бір адамды ұрлау керек. Оны қалай істейсің? Жарайды. Біз алды да соңында емеспіз. Бұрын ата-бабамыз алып қашты ғой. Дегенмен басында біз оны қыз ұрлаудан бас тартуға көндірмек болдық. Ақымақ Оратайды. Ана қыздың қай жеріне қызыққанын түк ұқпадық. Қазынасының түрін қара, желкесінен қарағанда тайсынның дәл өзіме дерсің. Сол жақ бүйірден ұрса 12 атмосфера. Шекеңнен ұрса маңдайыңды таңдайыңна түсіретіннің нақ өзі. Ал мінезінен Құдай сақтасын. Бәрі білет. Тіпті оны көрсе ауыл иттерінің өзі құйрығын қысып зыта жөнеледі. Жалпы әйел дегеннің өзі қандай? Қыз кезінде бәрі жақсы. Жаман қайдан шығады демекші, тұрмысқа шыққанға дейін мысықша пырылдап, қылымсып жүреді. Бір жылдан кейін күйеуіне әңгіме айта бастайды. Кезінде әйгілі Сократ, үйленсең де, үйленбесең де, саудаң бітеді деген екен. Сократ ақымақ емес, ол деген авторитет.
беделді философ. Оратай айтқанынан қайтпады, қалай тартсақ та көнбеді. Сүйдім, күйдім деді, ал махаббатқа өздеріңіз білесіздер, дауа жоқ. Сосын перизатты қалай алып қашамыз деп ойлана бастадық. Ұзақ бас қатырған жоқпыз. Сценарийді құрып қойған екен. Орекеңнің перизаты барлығын өзі ойластырып, бүге-шүгесіне дейін тәппіштеп қойыпты. Сценарий бойынша ол ата-анасына Шамалғанға кеттім. Институттан анықтамаға сурет сұратқан. Соған түсіп келемін деп алдап кетеді. Біз бұл уақытта перизатты фотосалонның алдында күтіп тұрамыз. Сол жерде суретке түсіріп, қалаға алып кетеміз. Ал қалада Никольский базардың жанында оның жақын құрбысы тұрады. Бір кемпірдің пәтерін жалдайды. Ол туралы ешкім білмегендіктен үйін табу қиын болады. Сол жерде біраз бас сауғалаймыз. Жұма күні қашамыз. Аптаның соңы. Сенбіде жұмыс жоқ. Бәрі қыз іздеуге шығады. Қыз болса бір түн үйге қонбаған. Түсінікті ғой. Перизаттың ағалары, оның 4 ағасы бар. Қуғыншы болып келгенде, қарындастары кешіктіңдер дейді. Біз оны мұқият тыңдап, жоспарының бағасын бердік. Несін айтасың? Жоспар керемет, мінсіз. Бір нәрсе ғана түсініксіз. Кім-кімді ұрлап жатыр? Оратай перизатты ма, әлде перизат оратайды ма? Гүжілдек қызы бізге бәрін түсіндіріп жатқанда, Орекең үнсіз тыңдап отырды. Жарайды, бұл аса маңызды емес. Бастысы барлығы дәстүр бойынша. Тағы бір ескертетіні, перизат үшін қалың мал төлеудің қажеті жоқ. Маған салса мына қыз үшін көк тиын да бермес едім. Керісінше маған төлесін. 2 дүниенің азабына шыдайтыным үшін. Құдайға шүкір, бұл оқиғаның маған қатысы жоқ. Менің пікірімді ешкім де сұрап жатқан жоқ. Бір сөзбен айтқанда, қай жағынан қарасақ та салт дәстүрге сай, ата-баба жолы қолдап қорғап тұр. Жоспар бойынша алып қашамыз. Ең бастысы, жоспарды құпия ұстау керек. Ешкімге тіс жармаймыз. Бірінші мәселе, көлікті қайдан аламыз? Біз 5-еуміз ғой. Оратай мен перизат және бөрі бүлкекке түсетін 3 жігіт қалыңдықты велосипедпен алып қашпаймыз ғой. Базада Оратайдың Бердібек деген бір танысы жұмыс істейді. Томаға тұйық, көп сөйлемейтін жігіт. Микроавтобус жүргізеді. Біз оған, бізге қосыл, сауапты іс жаса дедік. Жанармай құйып, үстінен 5 сом қосып берсеңдер, деді. Жанармайды бас зоотехниктің Волгасынан сорып алдық. 5 сомды абырой берді. Ол біздің шытырман оқиға жайлы біреулерден естіп, қосылғысы кеп жүр екен. Өзі сол автобазада механик. Қосылғысы келсе, Бердібекке 5 сом төлесін, көнеміз. Абыройдың Абзал деген туған інісі бар еді. Ағасын жалғыз жібергісі келмеді. Қанша дегенмен қауіпті іс қой. Алда-жалда оны да алдық. Артық болмас. Кейін Қайрош келді. Маған арқа сүйесіңдер болады. Мылтығым бар деді, күшеніп. Арудың керегі жоқ. Оның үстіне көлікке де сыймайсың дедік. Саспаңдар, бізде көлік те бар, дейді. Әй, біздің кім? Сөйтсек, Түкеш пен Сәкенді біледі екен. Түкештің Днепр үшін соғысқан әкесінің атағын малданып жүріп, кезексіз алған москвичі бар. Бопты, көліктерің бар болса жүріңдер дедік. Нәтижесінде 2 көлікке тиелген топ болдық. Барлығымызды қарақшылардың ханшайымы перизат басқарды. Қалыңдық та өзі. Кен күні Мысық Табанда фотосалон алдына келдік. Үлкен сөмке ұстаған перизат тосып тұр екен. Үйіне қайта оралмасын. Қиын қыспақта Оратайы мен оның нөкерлеріне тамақ керегін ескеріп, сөмкесін азық түлікке толтырып алыпты. Бір қора еркекті асырау керегін ойлағанын қарасаңшы, айналайын деген осындайды айтылар. Аңдушы байқап қалмады ма? Деп тәптіштеп сұрап алды. Сосын ғана көлікке отырды. Сөйтіп, қалаға қарай жол тарттық. Бәріміз әрі-сәрі күйде едік.
Әлде қорыққандық, әлде қуаныш. Кейбірінің қолы дір-дір етеді. Оңай емес. Күнде адам ұрлап жүрген жоқпыз ғой. Бұл деген сіздерге 3 қоңырдың 1 қап картобы мен шабындықтың 1 арба жоңышқасы емес. Тірі адам. Картоп пен шөптің жарасы жеңіл. Ал мынандай еркелігің үшін 5 жылдан 8 жылға дейтін сотталып кетуің мүмкін. Мен микроавтобусқа ілескен түкештің москвичінде едім. Өзіміз аздай жолдан дорбар қалаған бір әжені салып алдық. Каминганда тұратын немереме базарлық алып бара жатырмын. Жеткізіп тастаңдаршы дейді. Неге жеткізіп тастамасқа? Bir жағынан салонда әже отырса, суыт жүрісімізден ешкім күдіктене қоймайды. Жолшыбай әжей не себепті жасыл микроавтобустың артынан еріп келе жатқанымызды сұрады. Біз қыз алып қашып бара жатқанымызды бүкпей ашып айттық. Ол, жарайсыңдар, нағыз еркек солай етеді деді. Кезінде мені де алып қашқан деді мақтанышпен. Жеңілдеп қалдық. Құрметті тыңдарман, бұл шығарманың жалғасын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарма сіздер үшін.